Қайырлы күн достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі жұқа бір жасағаннан шығатын құймақтың рецебімен әрі блины с фаршем, яғни құймақ пен фарштың рецебін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Құймағымызды дайындау үшін бізге керекті заттар: сүт, жұмыртқа, қант, тұз, сода, сұйық май және ұн. Барлығын видеоның астына описанияға жазып кетемін. Ең алдымен құрғақ және үлкендеу ыдысқа жұмыртқамызды жарып, оның үстіне сода, тұз және дәміне қарай қант қосамыз. Яғни егер сіздер блиныларыңызды, құймақтарыңызды тәттілеу етіп жасайтын болсаңыздар, қанттың көбірек қосуға болады. Және барлығын венчикпенен араластырып аламыз. Оның үстіне жылы сүтті құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап араластырып болған соң, илеуіштен өткізілген ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер массамыз сұйықтау болып жатса, үстіне біртіндеп ұнымызды шетінен қосып отырамыз. Бірден бәрін қоспаңыздар, өйткені қою болып қалуы мүмкін. Шетінен қосып отырасыздар. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, консистенті осындай болу керек. Және арасында комок болмау үшін қол миксерменен 1-2 минут араластырып алсаңыздар болады. Келесі бізге сұйық майымызды, 1 стақан сұйық майымыздың жартысын қатты қыздырып аламыз. Видеода көрсетілгендей бәрі анық көрсетілген. Және сол қатты ысып тұрған майымызды осы массамыздың үстіне қосамыз. Және қосқан кезде дереу араластырып жіберу керек, өйткені пісіп кетеді. 2-3 ас қасық майымызды қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және сол майменен табамызды майлап пісіруді бастаймыз. Және табамыз қызған соң құймағымызды араластыра отыра табамызға құйламыз. Және шет-шеті қызара бастаған кезде пышақтың көмегімен, болмаса өзіңізге ыңғайлы заттың көмегімен осы видеода көрсетілгендей етіп аударып аламыз. Және аударылған бетін 1-2 минут пісіріп аламыз. Және әр құймақтың пісірерде табамызды майлап отыруды ұмытпамыз. Және құймағымызды сапырып отырып табаға құямыз, өйткені түбі қоюланып қалуы мүмкін. Егер массамыздың түбі қоюланып қалатындай жағдай болса, оған жарты стақан жылы су қосып жіберуге болады. Барлығын жақсылап араластырып, осылай пісіре бересіздер. Құймақтарымыз дайын, өте нәзік әрі жұқа болып шығады. Енді осы құймақтың рецебі бойынша ары қаратай блины с фаршем, яғни құймақ фаршпенен жасаймыз. Дастарханға салғанға өте әдемі және ерекше көрінеді. Ең алдымен фаршымызға пиязымызды ұсақтап турап, дәмдеуіштерін қосып, видеода көрсетілгендей майға қуырып аламыз. Дайын болған фаршымызды құймағымыздың үстіне салып, видеода көрсетілгендей етіп, құймағымызды буып, көк жуамен, болмаса зубочисткамен түйреп аламыз. Дастарханның сәнін келтіретін және ерекше етіп дайындауға болады. Жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.